6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Көңілдерге жүретін жарқын ойнап көлетін Хайди. Мекен әлбі жотасы, мақтанышы атасы Хайди. Хайди, айналайын еркем Хайди. Ерке тотай көркем тәтті қыз кім Хайди. Жақсы қыз кім Хайди. Жақсы қыз кім Хайди. Келлер мен Мейсонның әңгімесін естіп қалған Хайди ағылшындықтың қар көшкініне және атасының бұзылған үйшігіне бір қатысы барын білді. Хайди мен Рико Мейсонның қыр соңына түсіп, ақшынға дейін аңдып барып, құпияны біліп қойды. Мына кварцты кристалдардың арқасында байып шыға келемін. Мен бәрін жайып салам. Біраз күш салған соң батырларымыз ауылға жетіп, Хайди атасына дергесінде ескертті. Мейсонды тұтқындады. Енді шыты қайта салуға болады. Әйтсе де бұл оңайға соқпайын деп тұр. Оқыс оқиға. Он үш, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Болды іздеймін. Осы жақтан бір дыбыс естіген сияқтымын. Торғай! Келдің бе? Сені көріп қуанып тұрмын. Қалай жеттің кішкентай торғайым? Шаршаған жоқсың ба? Қарның ашқан шығар. Сені досың шақырып жатыр. Бар, күншуақта ойна. Тауып алдым. Бұл әділ емес. Мұна ескі сөресі қырлай береді екен. Ай, сынды ма? Жоқ, алаң болма. Атам жөндей салады. Мына қораптың ішінде не бар екен? Бұл фотосуреттерді көрмегелі бірталай уақыт өтті. Міне мынау әкенің 16 жастағы кезі. Ал мына мұрты едіреген кісі кім? Мен ғой. О, тоба. Ол кезде мұрт қою сән еді. Қараш, мынау әке шешеңнің үйлену тойында түскен суреті Хайди. Қандай әдемі. Өздері бақытты көрінеді. Ал мынау не? Бұл Рико негативті қағаз ғой. Фотосурет бірақ өзгертілген деуге болады. Шаң басып қапты, ештеңе көрінбейді. Мұны тазартуға болады, бірақ арнайы затпен тазартады. Келлер мырзаның дүкенінде ондай зат бар деп ойлайсыз ба? Мүмкін, барып сұрақ бар. Сонымен, Эрнст, бәрі дайын. Жүрейік. Жақсы, рахмет, Франческо. Қайда барасыздар? Үйшке қажет ағаш әкелеміз. Үйші көзінен өзі салынбайтынын білесің ғой. 38, 12 алам. Сонда барлығы 26 франк қалады. Біз өткен айдағыдай емес, бұл жолы 26 франк аз таптық. Ендше, қар көшкіні жүрген соң келушілеріміз де сиреп кетті. Мен білсем, ол ауылдағыларға айтып, олар біздің дүкенге дей келтірмей жүр. Ол кісі ауылдағыларға олай деп қайтеді. Белгілі ғой, үйі бұзылған үшін бізден кек алайын деген шығар. Оған барып Мейсонге жарылғыш зат сатқанымыз несін айттың? Бәріне сен кінәлісің. Солай ақ болсын қымбаттым, әйтсе де менің арым таза. Әне, тышқан. Әне, қазір көрсетейін. Жетпеген осы ет. Сенің кесіріңнен қашып кетті. Кешіріңіз, Келлер ханым, мен... Кім қашып кетті? Тышқанды айтам. Ештеңе етпейді, ана жерде тағы жүр. Мына зәңгестер басып қалатын болды ау. Сабыр ет қымбаттым, бар болғаны кішкентай тышқандар ғой. Тышқандар азық түлігімізден бастап бәрін кеміреді. Айтқаным, бұл тышқандардың көзін бәрібір құртам. Тереза! Я, не іздедің Хайди? Мен мына ескі негативті тауып алдым, бірақ шаң басып қалыпты. Тазартып бересіз бе? Балауыз жағылған қағаздағы негатив қой. Тазартып көрейін, қаласаң сурет қылып шығарып Рас айтасыз ба? Жақсы болар еді.
Жарайды, келістік. Айтпақшы, мен таңертең бекетке барып поштаны күтіп алдым. Атаңа ақша аударымы келіпті. Ал саған хат бар екен. Маған ба? Рахмет, кәллер мырза. Оқасы жоқ. Ақшаны атаңа өзім апарып табыстаймын. Бәлкім Майсаның салып жіберген өтемақысы шығар. Не дегін білгенін түсінген шығарсың. Я, солай ма? Негізінде ата Франческа еке орманға кетті. Үйшікті қайта салуға ағаш әкелеміз деген болатын. Олай болса, ол жаққа апарып берейін. Бір көмегім болсын. Кішіпейілдігіңізге рахмет, сау болыңыз. Ертең түстен кейін келіп фото суретімді алып кетсең болады. Жарайды, келем. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. 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 Тра-ла-ла-ла-ла. Тра-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Бара ғой, қонжығым. Қандай сүйкім дедің? Рико, Питерден хат келіпті. Хат па? Құрметті Хайди, аман есенсіңдер ме? Франкфуртта қар еріді, бірақ жаңбыр жиі жауады. Мен әзірше Дерфлиге бармаймын. Осында біразға дейін болып, әкемнің дүкендегі шаруасына көмектесетін болдым. Клара мен Фрида саған сәлем айт. Атай мен Рикоға менен сәлем айтарсың. Сәлем мен досың, Питер. Пост скриптум. Күн жылып келет, ренжімесең ешкілерді менің орныма баға тұршы. Сау бол, бас бақташы. Иә, Питер дұрыс айтады. Қазір ешкілерді қырға апарып жаям көмектесесің бе? Я, жыр, шынымды айтсам, мен де бір күні бас бақташы болғым келеді. Бұл ойын керемет екен. Питердің маған үйреткен саған көрсетейін. Жүр. Рахмет, Хайди. Эрнст, Франческо. Естіп тұрсыңдар ма? Болды. Осы жетер. Аға! Абайла! Құдай-ау, Йохан, бұлай тұр! Жарайсың, Джозеф. Қане? Ей, бәйшешек, қараш, мынау дәмді сияқты. Мә, жей ғой. Тұра тұр, Рико. Оны жеуге болмайды. Неге? Бұл таурауышан ғой. Ешкілерге улы болып келеді. Кешір, бәйшешек. Баспақташы болу үшін әлі көп нәрсені үйренуім керек екен. Көп нәрсені. Саспа, үйреніп бәрін біліп аласың. Қараш, ана жақта біреу жүр ме? Көріп жіберейін. Атаң мен менің әкем ғой. Әлде біреу жарақат алған ау деймін. Немене? Я, зембілге бір кісіні салып алып кетіп бара жатыр. Мен барып көріп келейін. Ешкілерге ие бол. Рико! Ата, тұра тұрыңызшы. Ата! Келлер мырса, оған не бол? Жарақат ауыр ма? Тірі, бірақ ес-түссіз жатыр. Сен дүкенге барды, Альда мен Терезаға хабарлаш, тездет. Жарайды, ата. Көрде тұр, Тереза. Мына удан кейін бірде-бір тышқан қалмайды. Келлер ханым, жүріңізші тез. Келлер мырза ес-түссіз жатыр. Не дейді, оған не боп қалды? Жасатайым жағдайға ұшырапты. Әке, Йохан, әке. бұған аяғасы не боп қалды екен? Орманда жазатайым жағдай болды. Жасатайым жағдай. Менфилдегі ауруханаға апаруымыз керек. Осы уақытта пойыз келуші еді. Жоқ, пойыз келіппей қойған сияқты. Мен барып тоқтата тұрайын. Тездетейік, Франческо, уақыт өте тығыз. Жылама, Тереза. Дүкенге бара бер. Ал мен әкеңмен бірге ауруханаға барам. Бірақ... Көп сөзді қой. Дүкенді ессіз тастап кете алмаймыз. Оның үстіне дүкенде тышқан өріп жүр. Жарайды, апа. Менфилдке, Спигельхаймға, Франкфуртке пойыз жүргелі тұр. Міне білгеріңіздер. Қане? Тұра тұрыңыз. Тоқтаңыз. Өтінемін, мырза. Жасатайым жағдай бол. Келлер мырзаны ауруханаға жеткізу керек. Апырай, осы Дерфлиде ылғи бірдеңе болады да жатыр. Ақырын. Бұған не болды? Аяқ асты болған жайт қой. Орманда ойламаған жерден ағаш басып қалды.
Ағаш басып қалған нес. Білуімше ағаштар өз-өзінен құламайды ғой. Біз ағашты құлата бергенде бұл кісі аяқ асты келіп қалды. Жұбайымның ағаштың астында тұрғанын көре тұра, ағашты құлаттыңыздар ма? Жазатайым оқиға дейді ғой. Бұл кісі өлтірумен тең. Йохан ол жаққа бармау керек еді. Мен ескерту ретінде байлап қойған арқаннан... Болды, жетер, Эрнст. Түсіңіздер ғане менің күйеуім ғой. Ауруханаға өзім апарам. Жүр, Франческа, айтысып тұрғанымыз жарамас. Байғұс Тереза, байғұс келер мырза. Тереза, Не керек? саған көмек керек пе, білейін дегем. Жоқ, көріп тұрсың ғой, өзімнің шамам жетеді. Әкеңе шынымен де обал болды. Мен білсем, тәуір болып кетер. Мені жұбату үшін айтып тұрсың, білем. Көресің, ауруханада әкеңе жақсы қарап емдейді. Олар келгенше жалғыз өзің қала алмайсың ғой. Неге? Мен үлкен қызбын. Білесің бе, атам аяқ астынан ауырып қалғанда, менің қасымда Питер болған. Көңілімді аулап, мені жұбатты. Жарайды, онда қал. Уды табаққа салысып жібересің бе? У дейсің бе? Иә, тышқанның уын айтам. Жоқ, тышқандарды улауға болмайды. Сонда олардан қалай құтыламыз? Оларды тірідей ұстап алу керек. Содан соң сыртқа шет жаққа қоя береміз. Міне, тышқанды шелектің ішіне түсіру үшін бір тілім ірімшік қыстырып қойдым. Енді күте тұрайық. Сонда да қалған дақылдарды тышқанға жем қылмауым керек. Мен саған көмектесейін. Қараш, біреу келе жатыр. Ойымыз кесті. Жүр, сыртқа апарып жібере салайық. Қане бар, шық, кішкентай сотқар. Хайди, қақпан жасауды саған кім үйретті? Атам, ол жануарға зиян тигізгенді құптамайды. Атаңа қарап олай демес едім. Атамның сұсты көрінетіні рас, әйтсе де сондай-ақ көңіл адам. Мен атамды жақсы көремін. Ал мен әкемді жақсы көрем. Жүр, кеш батты. Таңғасыңа рахмет, Тереза. Қарақат тосабы дәмді екен. Иә, оны әкем де жақсы көреді. Сүйсініп жейді. Хайди, сен мұнда не істеп жүрсің? Терезаға көмектесейін деп келгем. Келер мырзаң жағдай қалай? Онда шаруаң болмасын, бар. Кешіріңіз. Не болды, апа? Хайдиді мұнда кіргізгеніңне, бұл қыздан аулақ жүретін бол. Мен... Кет дедім ғой саған. Жарайды. Мұныңыз не? Хайди маған көмектесуге келіпті, менің қасында қонып маған қарасты. Оны неге қудыңыз, апа? Неге қудың дейсің бе? Өйткені оның атасы орманда ағашты тура байғұс әкеңнің басына құлатыпты. Енді түсіндің бе? Қар көшкіннен үйшігінің бұзылғанын бізден көріп, бізден кек алмақ болған сияқты. Әкем қайда? Әкең есін әлі жиған жоқ. О, жоқ. Енді қайттық. Мен ауыстыратын киім алуға келдім. Келесі пойызбен ауруханаға қайта кетем. Хайди, мен сені іздеп жүрген, маған басбақташы болуды үйретесің ғой, я? Бүгін жексенбі, сондықтан ешкілерді бүгін шығармаймыз. Бірақ үйде ішіміз пысады ғой. Бәйшешек пен қонжықты ертіп алып, біраз серуендеп келсе, қалай қарайсың? Табылған ақыл. Жарайды, мен жүрейін. Әй, мұнысы несі? Бұл тышқанды тіріде ұстау үшін Хайдидің құрған тұзағы. Жетпеген осет, тышқан тірде ұстаған несі. Сол қыздан аулақ жүр. Біле білсең, соның атасының кесірінен басымыз бәлеге қалды. Тереза, біз шалғынға бара жатырмыз. Сенің ешкіңде қосып алайық ба? Жоқ. Онда біз кеттік. Кетіңдер. Оға не болған? Білмеймін.
Жүріңдер, сүйкімді жануарларым, қане! Жүріңдер! Жарайсың, Рико. Осы қалпынан танбасаң керемет бақташы болып шығасың. Ешкілерді суғаруды ұмытпа. Жарай ма, Рико? Иә, келіңдер жануарларым. Бұлар шүлдемеген сияқты. Кішкене ішкізу керек. Андиамо. Қараңдаршы, тап-таза суық су. Шыңгер, қане? Кішкене шыңгер, су шыңгер. Міне, мен де ішем. Көрдіңдер ме? Бер келіңдер. Жарайсың, Рико. Фантастико! Қонжыққа не болды? Ей! Бұл қалай болғаны? Бәйшешекте бір түрлі боп тұр. Бәлкім олар таурашан жеп қойды ма екен? Жоқ, жесем мен көрер едім ғой. Бұларды көзден таса қылғам жоқ. Ай, өліп барам. Рико, не болды? Ай, ауырып тұр. Әке, ауырып тұр. Қорықпа, Рико. Сен мықты жігітсің ғой. Я, Сюзан, не дейсің? Іштері кепкен, енді баланы көріп шығайыншы. Бала жоғарғы қабатта, жүр ішке кірейік. Қане бұл батырға не боп қалды екен көрейік. Үйдің шанына келгенде басталды. Ешкілер де сол кезде жүре алмай жатып қалды. Бұл балада уланған сияқты. Не жебеді? Әдетте шалғынға шыққанда жейтін тамақты жеді. Нан, ірімшік, сосын піскен ет жеді. Мен де жедім, бірақ мен сап-саумын. Рико, мен ешкілер бір нәрсені жеген болды ғой. Бірақ мен байқар едім. Суат, Рико сол жерден ешкілермен бірге су ішкен. Онда суда әлде бір улы зат болып, бұлар содан уланып қалған шығар. Сонда ол не болды екен? Негізінде Суаттың суы тап-таза еді. Суды біреу улады ма екен? Суды кім улауы мүмкін? Мен білетін сияқтымын. Тереза! Мен сенің не білдіргеніңді білем. Тереза! Кет, сені көргім келмейді. Не үшін? Сенің атан қар көшкінен кейін кек алу үшін ағашты әкенің басына әдейі құлатыпты. Не айтып кеттің? Бұл жазатайым оқиға, атамның жаман ойы жоқ. Апам маған солай деді. Демек бәрі рас. Тереза, маған көмегің керек. Әжей дәрі жасап бермекші, өтінем, есікті ашшы. Ашпаймын. Өзіңе сол керек. Ешкілерінде шаруам жоқ. Ал Рико ше, Тереза, оған жаның ашымай ма? Рико? Иә, ол да Суаттан су ішкен болатын, қазір хал үстінде жатыр. Мінекей, Сюзан, өзің сұратқан шөпті суға салдым. Жақсы, су қайнай бастағанда оттан алу керек. Ауырған жерді басып денедегі уды шығарады. Біраз күтейік. Жеңілдеп қалатын шығар. Жақсы болады, уайымдамаңдар. Сауығып кете ме? Олай деуге әлі ерте. У ағзасына көп жайылмаған, дегенмен түнмен бақылайық. Хайди, Тереза екеуің дәрінің қалған ешкілерге ішкізіңдер. Қане? Жарайды, әже. Міне, ше ғой. Көп ұзамай жазыласың. Менің кесірінен Рикоға бірдеңе болса, өзімді ешқашан кешірмеймін. Болары бол, Тереза. Енді күтіп, үміт үзбеуіміз керек. Мен білсем, әкең де сауығып кетеді. Уайымдама. Менің істегенім дұрыс болмады. Маған сонда да жылы қабақ танытып отырғаның қалай? Өйткені саған деген ниетім дұрыс.
Қонжығым? Дәуір боп қалдың ба жануарым? Тұрыпсың ғой. Рико! Рико! Хайди, Рико! Халің қалай? бәйшешек қалай? Оның халі жақсы, Рико. Қонжық та тәуір. Мені кешірші, Рико. Саған да ешкілерге де жаманды ойлаған жоқпын. Әкеме болған жайттан кейін ашуымды ешкілерден алайын деп ойлағам. Апаңның айтқанына сене берме, Тереза. Апам қатты ашуланды. Әрі күйінді. Мен әкемді көргім келеді. Мен сені Мейнфилдке апарайын, сонда әкеңді көресің. Біз осы пойызға мінеміз бе? Жоқ, бұл Мейнфилден келген пойыз. Осында күте тұр, мен барып уақытын біліп берейін. Тереза! Әке! Ақырын, Тереза. Өз аяғымен қайтып келгеніңді көріп қуанып қалдым yok. Миым шайқылған көрінеді. Қайтаман қалдым. Кешір мені, ормынға келгенді байқамай қалдым. Сіздің ешкінәңіз жоқ әрінізді. Өзімнің алаңғасарлығым бой арқаннан атап өтуім керек еді. Кешіріңіз. Иә, саған осы дауашаға кен. Себеттегі не нәрсе, апа? Мефистомен танысып қой. Бұдан бұлай дүкеніміздегі зиянкес тышқандар даулайды. Болды, үйге барайық. Осыдан ана мысық бір тышқан ауласа, мен балықтың майынан бір құты шем. Көресің. Рико, қараш. Кәллер мырса негативті тазартып, суретті басып шығарыпты. Қайсы? Мынау менің әжем. Анна әжем. О, көрікті болған екен. Иә, қараш. Төсеніштің шеті кестеленген сияқты. Бір жерден көрген сияқтымын. Міне қызық, мынау көбелек қой. Тура Элис де Борганың бет орамалының шетіндегі кестеге ұқсайды екен. Элис де Борго деген кім? Мен Франкфуртта жолықтырған ханым. Демек, Элис де Борго расымен де менің Анна әжем болуы мүмкін ғой. Солай ғой. Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасында аударылып дыбысталды. 2020 жыл.